Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен бірге баклажанды қысқы мерзімге мұздату үшін дайындайтын боламыз. Өйткені баклажан бұл кесіп мұздатқышқа қатыра салатын көкөністердің қатарына жатпайды. Оны алдымен дайындап алу қажет. Ең алдымен тазалап жуылған баклажандарымызды өзіңіздің қалаған формада кесіп дайындайсыздар. Мен сіздерге қазір 3 түрлі әдіспен көрсететін боламын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қатырсаңыздар болады. Ең алдымен домалақ формада кесіп аламыз. Барлығын бірдей көлемде кесесіздер. Әрқайсысы 5 мм немесе 6 мм шамасында болады. Барлығын көлемін осылай бір келкі қылдырып кесіп аласыздар. Және де оны ыдысымызға салып қоямыз. Енді екінші түрін көрсетемін. Ол бізде тёшин язык жасайтын боламыз. Ол үшін біз алғашқы крайларын алып тастаймыз, екі жақ шетіндегі. Одан кейін көлденеңнен ұзынша қылдырып кесеміз. Оның да көлемі бірдей болуы керек. Және де оның екі жақ қатты жерлерін алып тастаймыз. Оны біз басқандай формада кесіп дайындайтын боламыз. Ортасындағы жұмсақ жерлерін осылай аккуратно кесіп аласыздар. Екі жақ крайларын алып тастаймыз. Міне ортасындағы бөліктерін бірдей формада кесіп дайындап аласыздар. Ыдысымызға саламыз. Енді жаңағы кесілген бөліктерімізді 4 бұрышты формада турайтын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үлкен 4 бұрышты немесе 3 бұрышты формада кессеңіздер болады. Сіз қандай өнім қуырасыз, соған байланысты турайсыздар. Көбінесе бұл туралғаннан овощной рагу жасаған жақсы үйлесетін болады. Сондықтан овощной рагуға үлкендеу қылдырып туралсаңыздар болады. Енді екі формаға кесіп алған баклажандарымызды үстіне суық су құйып тұздайтын боламыз. Тұзды өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыздар. Тұзды салып 10-15 минутқа үстінен ауыр ыдыспен басып қалдыратын боламыз. Міндетті түрде тұздарыңызды араластырып жіберіңіздер. Және де қыздар, бұл баклажандарды жай ғана кесіп мұздатқышқа қатыруға болмайды. Олай қатыратын болсаңыздар, сіздердің баклажандарыңыз резеңке секілді созылмалы болып қалады. Сондықтан менің жасаған әдісім бойынша жасасаңыздар болады. Мен алғашында суық суға тұз салып 10 минутқа қалдырдым. Одан кейін ол суды төгіп, үстінен ыстық қайнаған су құйдым. Бұл әдіс кішкене көптеу уақыт алуы мүмкін. Сондықтан бірден ыстық суға, кастрюльге тұзды салып, үстінен осы сақтап туралған баялдыларыңызды салып 10 минутқа қайнатып алсаңыздар да болады. Мен осылай ыстық суға енді 10 минутқа салып қойдым. Үстінен ауыр тарелкамен басып қойдым. Енді біз екінші кесектей туралған баялдыларымызды суық судан алып, осылай қағаз сүлгіге кептіріп аламыз. Міндетті түрде қыздар кептіріп аламыз. Екі жағын бірдей қағаз сүлгілеріңізді ауыстырып, осылай құрғатып шығасыздар. Енді мен жаңағы ыстық суға алған баялдыларымды сүзіп, оны салқындататын боламын. Егер де сіздер ыстық суға қайнатып алатын болсаңыздар, онда дұршылақтың үстіне саласыздар, және де дұршылақпен қайнайды. Содан кейін дұршылағыңызды көтеріп, сразу сүзе салатын боласыздар. Сол қалпында дұршылақпен кептіресіздер. Біздің баялдыларымыз салқындауы керек. Мұздатқышқа түсу үшін ең алдымен салқын болуы керек. Енді дөңгелек слайс түрінде туралған баялдыларымызды осылай қызып тұрған майда қуырып аламыз. Екі жақ шетін жақсылап қуырып аламыз. Қыздар, міндетті түрде қуырамыз. Қуырғаннан кейін майы сорғы үшін осылай қағаз сүлгіге аламыз. Одан кейін бұл баялдыларымызды да суығанын күтеміз. Салқындағаннан кейін барып мұздатқышқа қоятын боламыз. Егер де осылай жасайтын болсаңыздар, асығыс қонақ келетін кезде өте жақсы әдіс. Бұл әдісті қысқы мезгілге сақтамай-ақ күнделікті осылай мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар да болады. Екінші осындай ұзынша көлемде туралған баялдыларымды да мен майға қуырып алдым. Бұл баялдыларды сіздер майға қуырмай духовкаға салып алсаңыздар да болады. Ең алдымен противендеріңізді жақсылап барлық жеріне жұқалтып, сұйық майды жағып майлап аласыздар. Одан кейін үстіне
үстіне құрғақ баялдыларыңызды саласыздар, және де алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста піскенге дейін, баялдыларыңыз піскенге дейін ұстап пісіріп алатын боласыздар. Егер де солай жасайтын болсаңыздар да міндетті түрде суытатын боласыздар. Міне біздің баялдыларымыз суыды. Енді осыны арнайы зип пакеттерге, міндетті түрде зип пакеттерді қолданасыздар. Мен сіздерге астына зип пакеттің түрін қалдырдым. Сондай түрін алып қолдансаңыздар да болады. Мен арнайы қатыруға арналған пакетиктерді қолданып жатырмын. Икеа дүкендерінде сатады. Әртүрлі дүкендерде сатуы мүмкін. Қарап сұрап көрсеңіздер болады. Салғаннан кейін ішінде міндетті түрде ауа қалмауы керек. Жақсылап аузын осылай жақсылап жабасыздар. Және де бұны қарапайым салафандарға салып қатыруға болмайды. Егер де ешқандай пакетті таба алмайтын болсаңыздар, онда қарапайым пакетке салып қатырсаңыздар болады, бірақ та сыртын жақсылап скотчпен скотчтайсыздар. Себебі бізде баялды өте жақсы иісті сіңіреді. Мұздатқыштағы артық иістерді өзіне сіңіріп алуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жақсылап орап қатыратын боласыздар. Міне баялдыларымызды салып жатырмыз. Бірінің үстіне бірін салсаңыздар да болады, бірақ та бірінің үстіне бірін салған баялдыларыңызды міндетті түрде ерігеннен кейін барып қолданатын боласыздар. Ерітпей оны осылай дөңгелек қалпынан ашуға болмайды, сындырып алатын боласыздар. Міне біздің баялдыларымыз дайын болды. Енді осыны мұздатқышқа салып қатырамыз. Бұл баялдыларды асығыс қонақ келген кезде алып, ортасына чесночный соусты салып ұсына берсеңіздер болады. Әртүрлі рулет немесе басқа да закускаға пайдалансаңыздар болады. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, онда маған қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, және де лайк қойып, жақын достарыңызбен бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Біз барлық баялдыларымызды осы пакеттерге орналастырып болдық. Міндетті түрде салқындағаннан кейін пакеттерге салатын боласыздар. Және де міндетті түрде зип пакеттерге салуларыңыз қажет. Егер де жай қарапайым салафандарға салатын болсаңыздар, онда аузын бірнеше қайтара жақсылап скотчтайсыздар. Себебі біздің баялдыларымыз мұздатқыштағы артық иісті өзіне жақсы сіңіріп алады. Сондықтан міндетті түрде жақсылап ораңыздар. Біздің баялдыларымызды мұздатқыштан шығарып көрсетіп жатырмын. Егер де осылай бүктейтін болсаңыздар, міндетті түрде ерігеннен кейін барып орамын ашатын боласыздар. Баршаңызға рахмет, қош сау болыңыздар.